Так, biz жаңағы IAMD accumulation өттік, distribution'da. Енді келесі тақырыбымыз SRT. Рамио деген жігіт, SRT деген вообще стратегия деп болады, концепция деп болады. Рамио деген жігіт основать еткен, ютубта видеолар бар, қарасаңыздар болады, ағылшынша Яндекс переводчик арқылы қарасаңыздар болады. Бірақ енді осы жерде барынан түсіндіремін. Осы жігіт негізін қалаушы SRT дейді, яғни Candle Range Theory. Неге бұлай атаған енді? Бұл жерде мынандай нәрсе бар. Candle is a range дейді. Яғни candle деген бізде свеча. Енді майшамды қазақша аудармай қойық. Свеча трейдингтегі қолданып жүр. Соны айтады ағылшынша айтып. Candle is a range. Свеча ол диапазон дейді да, рамка қайтып отыр. Зона дейді, зона. Определенный әрбір свеча это определенная зона дейді да. И бұл сөз мен басында түсінбегенмін. Бұл платный несін алмай тұрып қанша қарадым, түсінбедім вообще. Не туралы вообще. Ондай қашан бір паттерн сияқты елестеткем. Бірақ бұл шамалы болса да бір определенный мышлениеден шығуға тура келеді да, бірнеше рет қарағаннан кейін барып түсіндім. Осы Candle is a range деген нәрсені түсінген кезде мен басымда бір шамалы не болды, жарылыс болды менің. Неге? Себебі егер сен каждый свечаға range деп қарасаң, шынымен де саған рынок өзінің несін ашады екен, бір көрмей жүрген нәрселерді көре бастайды екенсің. Себебі әрбір свеча ол диапазон, яғни осындай мынандай свеча, оның ішінде IAMD ол бір свеча, и ол мынандай жаңағыдай біз мына свечадан мынаны көре алмаймыз, көп жағдайда. Мынадан мынаны көре аламыз, бірақ мына свечадан мынаны көре алмаймыз. Біздің алдымызда свечалар тұрады ғой. И оны өзіміздің қажеттілігімізге қолдана алмаймыз да. И каждый свеча сонымен бүйтіп ашып қарасаң, хай бар, лоу бар, открытиясы бар, закрытиясы бар. Бүйтіп ашып келген кезде, әрбір свечаны қараған кезде осындай келу керек те біздің көзімізге. Оны ар жағындағысын көру керексің ғой. Біз тек осыны көреміз да. И шынымен осылай рамка ретінде қарай бастасаң, зона деп, не деп, шынымен де SRT несі көптеген береді екен шынымен. Көптеген ақпарат береді. И көптеген определенный апталық, күндік, жылдық свечаларды қайда баратынын, қай жерден бұрылатынын, мынандай разворот жасаған ғой, мысалы. Осыны қай жерден жасайтын, ол шынымен разворот екенін осыны ұстап алуға болады трейдингте. Осы қазіргі үйретіп жатқан білім бойынша, как минимум күндік демей ақ қояйын, апталық, айлық, жылдық развороттарды ұстап алуға болады. Просто оны дұрыс түсіну керек. Енді қиындығы жоқ, түсіну керек. Просто мен кішкентай видеолармен түсіндіріп жатырмын, чтобы бір ұзақ видео болып кетпесін деп. Потом соңында ұзақтау видеолар бар, разбор жасайтын. Сол SRT деген мағынасының аштығы, Candle Range Theory, яғни Candle is a range, Candle Range Theory. Яғни свечалар, отдельный зоналар, апталық болсын, айлық болсын, минуттық болсын, секундтық болсын. Это просто фрактал, яғни бір нәрсе ішінде бір-бірін қайталайды. Фрактал деген не ғой? Мысалы, микроәлем, макроәлемді қайталайды да. Мысалы, космостың системасы неде бар деген сияқты. Ішкі жаңағы молекула, атом деген сияқты, ол да сол ғарыштық системамен бір қайталайды да бір-бірін. Сен сол әлемді зерттесең де, ғарышты зерттесең де, бір түсінікке келесің де, бір системаға келесің, бір жүйеге келесің, екеуі бір қайталады. Екеуінің бір системасы бір. Сол сияқты сен 1 минуттық свечаны қара, 1 сағаттық қара, 4 сағат, күндік, апталық, айлық бәрінде осы свеча, осындай система. Мына жерде қарасаңыздар, мына жерде ашылады свеча, боковик
де тұрады. Сосын бір жағына шығып манипуляция жасайды. Ол бізде мына жақта фитиль болады. Кейін көтеріліп барып жоғарыға өзінің целіне жетеді. И қайтадан не істейді жаңағы. Разворот болады деген сияқты. Сөйтіп мына жерде жабылады. Содан бізде свеча пайда болады. Но бізде бұл бычий свеча да. Мысалы дәл осылай мына жақтан ашылып, мына жақтан нені мына жақтан ликвидностьны алып, мына жерде мысалы мынандай не істейді. Ол мына жерге бүйтіп босқа ашылғаннан кейін босқа тұрмайды. Ликвидность жинайды. Не анан деген сияқты стоптар. И сөйтіп мысалы ол мына жағында да ключевой зона болуы мүмкін. Кейде ол ликвидный зона бір жақсы өзінің несіне сай, таймфрейміне сай. Да, допустим. Кейде ол дейді бұны. Ключевой зона дейді. Level. Оған бәрі кіреді. Ликвидный зонаның бәрі кіреді. Кейде ол. Ключевой зона деп айтады. Зона ашылғаннан кейін екі жағында да ликвидность болады негізі. Просто біз мына не қай жағын алады, соған байланысты біз бағытын анықтай аламыз негізі. Мысалы міне жылдың басы басталды, бүйтіп ашылды. Ертең ол бір определенный мына ликвидность алып, егер мына жағында ликвидность алса, ол годовой свеча бычий болуы мүмкін да. Егер мына жағындағын алса, ол не болуы мүмкін да. Годовой свеча медвежий болуы мүмкін. Егер мына жағын алып жатса, біз білеміз да, уже в дальнейшем годовойды білгеннен кейін сізде уже направление белгілі болады. Мысалы, где-то мына жер февральда разворот жасаса, мартта, но где-то сентябрь, октябрь, август, может июльде уже мына жақтың шетіне жетіп, қайтадан откат беріп бастауы мүмкін. Мына жақта да сол өзінің несіне, ключевой зонасына жетіп барып, мақсатын орындап барып, откат жасайды. Осы жерден түсінгеніміз, міне свеча, әрбір свеча, ол диапазон. Когда сіз осылай сызып көресіз да, что әрбір свеча ол определенный осындай несі бар, плюсы бар, максимум бар, минимум бар, открытиясы бар, закрытиясы бар деген сияқты. Осы сабақ аяқталды. Осы сабақта біз SRT туралы, оған основатель және оның диапазон екенін түсіндік. Келесі сабақта тағы да мәліметтермен бөлісеміз.